Қыздар, осындай нәрсені қойыңдаршы. Менің қалың 6 миллион, 7 миллион, 8 миллион, 10 миллион өздеріне көп болатын қыздар. Мынандай нәрсе ғой, не істейсіңдер бай жігітті? Жалпы адам бай болам десе өзіне байланысты ғой. Алла береді ғой, әрекет ететін болсаң. Құдайдан сұрап жата бермеу керек, әрекет ету керек. Ал ертең ол бай жігіт сұрадың ал мақұл. Ол наркоман болса қайтесің, ұратын біреу болса, шегетін, қататын. Вообще бычыт адам болса ше, бай бірақ сені сыйламайтын, сені всегда унижать етіп жүретін, сені всегда мен байлығым арқасында адам болдым деп жүретін адам болса не істейсің? Сондықтан Алладан жігіт сұрағанда сана сұра. Даже мен жасын сұрамағам. Саналы болса болды. Бірге байысыңдар, барлық нәрсеге бірге жетесіңдер, Құдай қаласа. Осыларын қойыңдар, пожалуйста. Болмайтын нәрсе сұрамаңдар. Менше ашуланған кезінде аузым 4 бұрышылып кететінде ырза боламын ғой ше. Бай жігітім, жаным. 1,5 миллион қалың мал төлеген. Наша шипка теңге. Ойбай, астағфирулла, Құдай сақтасын. Мен айтып отырмын, даже жасын сұрамаған. Міне, жап-жас өрімдей бала. Зато санасы бар. Так что, қыздар, бұрында қазақтың өзі біліп айтып кеткен ғой. Алла, бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер деп. Мен ана бай, ақшасы барлардың бәрі санасыз деп атқан жоқпын. Просто Алладан сұрайтын кезде дұрыс сұрау керек та. Бірінші санасы болсын. Байлыққа айтып отырмын ғой, адам өзі-ақ жетуге болады. Қазір мүмкіндіктер заманы ғой осы. Дамып кеткен ғой. Мен Арсенмен қалай таныстым, екеуміз қалай үйлендік. В общем, арамыз қанша жас. Осы темалар никогда бітпейтін шығар, я. Біз қартайып, кәдімгі екеуміз шынымен 80-90-ға келгенше ше. Қатты қызық па не? Мен дата көшіпен сонда кәрі көрінем ба? Айтыңыздаршы маған. Қалай танысыңдар дегенде не білгілеріңіз келеді? Қалай ол сізге шынымен ғашық болып қалды? Қалай деп тұрсыңдар ма? Саған мынандай красавчик қалай дегілеріңіз келіп тұр ма? Мен просто сол нәрсені түсінбеймін да. Атак танысуымыз қызық болған негізі. Тренингтерде, нелерде айтып жүрмін мен. Білгілеріңіз келсе сол жерде білесіздер ғой. Бұлай уже айтып шашадым.